Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, қолдап қойыңыз. Аталы балалы екеуі аттан түсіп жатыр. Аттары болдырған, өздері де беттері домбығып қажыған түрлері бар, үндемейді. Жаңыл тіл қатса аманат хабар еститіндей түршігіп ішке кіріп кетті. Босағаға жете бере буыны құрып отыра кетті. Тек есік алдында үстерін қарын қаққан жолаушылардың дыбысын естігенде ғана есін жиып жер таянып түрегелді. Дастарханға шай келгенше ешкім тіс жарып тіл қатпады. 2 тәулікке жуық бел шешпей ат үстінде жүрген шал мен бала жастыққа қисайып қалғып кеткен сияқты. Тек Жаңыл шай әкелгенде Мінайдар басын көтерді. Салдырап қалған кәрі сүйегін әрең жинап малдасын құрды. Иығы салбырап мүлгіп отыр. Көзін, бетін уқалайды. Қаламүш ұйықтап кетіпті. Бейуақытта қара күңгірт ауыр үнсіздік еңсені басып барады. Жаңыл шам жағып әкелді. Мінайдар үстіндегі сырмалы кеудешесін шешіп, арқасына жамылды. Ат жақты, дөңес қыр мұрынды ажарлы кісі. Қара қошқыл жүзінде шамның сарғыш сәулесі ойнайды. Шебердің қолымен ойғандай, нәзік өңінің бедері жоғалып, беті домбығып, ісіп кеткен. Ақ бурыл селдір сақалын кеудесіне басып төмен қарап отыр. Жаңыл шай құйғанда Мінайдар Қаламүшті оятпақ болып еді, бала оянбады. Оятпай-ақ қойшы, қайнаға, байғұс бала 2 күннен бері бел шешкен жоқ қой. Қаламүш пырылдап тәтті ұйықтап жатыр. Мұрынның ұшы қайқайып, үстіңгі ерні түріліп, аузы ашылып кеткен. Балғын ақ құба жүзі тотығып, қызыл күрең болыпты. Осы үйдегі 2 адамның мейірленіп, өзіне ықыласпен қарап қалғанын сезгендей, түсінде тәтті тамсанып қояды. Мінайдар қария қиналып отыр. Зорығып келіп, сұлап кеткенмен көзі ілінер-ілінбес ұйқылы ояу халде отыр. Әрине, Жаңыл бұлардың қоспанды таба алмай қайтқанын, мана сыртта қарасын көргенін ақ білді. Оның несін айтады? Кешеден бері тыным таппай ат аяғы жетер жерді арылтып шыққанын, қайда барып, қай жерді тінткенін тәптіштеп айта беруге дал болып отырған Жаңылдың үмітін сөндіріп алам ба деп қорқып еді. Енді бақса, бейне өлік шығарған үйдей үнсіз отыра беру одан да жаман екен. Құзғын даланың біраз жерін қарадық-ау, деді Мінайдар босаған кесесін ұсына беріп. Ең әуелі, мезгеген жерім Дөңқараның қолтығы еді. Жаңыл шай құйып жатыр. Мінайдарға үрей мен үміт аралас телміре қарап қалды. Дөңқараның қолтығына қойын бір иіріп алса пана болатын жері ғой ол. Мінайдар төмен қарап мүдіріп қалды. Әй, соған тырнағын іліктіре алмаған ғой. Білмеймін енді. Желдің ығымен кетсе, кішкене құм бүйірде қалады. Жаңыл түсініп отыр. Шал ар жағын желдің бағытында жатқан қарқияның кең жазығы ауызға алуға сескеніп, күрмеліп қалды. Бірақ Мінайдар суық сөздің бетін тайдырып, үміт етер долбарға қарай сүйреді. Дөңқараның маңында жоқ болғаны, қоспан жер жағдайына жетік қой. Сол сірә күн ілгері қамданып, кішкене құмға қарай өтіп кетпесе. Кішкене құмға соқтыңдар ма? Деді Жаңыл селт етіп. Біз алдымен Қарқияға ойысып барып, сонау Атан шоқының бергі тұсынан кішкене құмға оралдық. Бер жағындағы бөгендік құдығының маңын арылтып шықтық. Құм дегенің мұң шұңқыр, көзімізге түсе қоймады. Жаңыл, енді қайттық. Осылай артын тосып қол қусырамыз ба, әлде басқада қылар әрекет бар ма деп іштей бұлқынса да, сүйегін әзер сүйретіп келген қартқа сөз айтуға батпады. Қаламүш жастықтан басын оқыс көтеріп алды да, керосин шамның жарығына бақырая қарап, еш нәрсе ұқпағандай аз отырды. Содан ауызғы бөлмеге шығып жуынып келді де, тамақты қарбытып асап, шай суын тез ішіп орнынан тұрды. Ата, сіз бүгін осында демалыңыз, мен жүрейін. Ау, 7 түнде қайда барасың? Деді Жаңыл, тіпті тосынан жер таянып Қаламүшке бажырая қарап қалыпты. Мінайдар да баласына таңырқаған кескін көрсетті. Орталыққа барам. Ойбай-ау, мына бұрқасында сонша жерге адасып кетесің ғой. Балалық жасама, күн райы жаман. Мұндайда кәнігі кісінің де жол тауып жүруі қиын балам, деді Мінайдар. Қаламүш бұлардың сөзін құлағына іле қойған жоқ. Жолдан күрең қасқа қайта мінем ғой.
орталыққа дейін көзімді байлап қойса да жол табам, деді киініп жатып. Қой айналайын, тым болмаса таң атқанша шыда, деп аяғына оратылған Жаңыл апасына тікелеу келіп қалды. Шыдауға болмайды апа, боран шыдатпайды ағамды. Жарайды, үйге барып, қасыңа Қадыржанды қосып берейін, деді Мінайдар орнынан әрең көтеріліп. Ал келін қарағым, уайымдай берме. Кешегі қызыл қырғыннан аман келген Қоспан ғой. Қой бағып жүргені бүгін емес. Бірақ Жаңыл қалай уайымдамасын. Үшінші күні асып барады. Іздеушілер таба алмай қайтты. Не де болса Қоспанның бұл жоғалуы тегін емес. Ол қауіп қатерге түскенде шырылдамай қалай шыдап отыра алады. Одан басқа кімі бар, несі бар. Қиядағы балапанына құзғын шүйілгенде етекте қанаты майырылып жатқан ана құстай. Талпынса да жете алмайды. Бір қазыққа байланып шырылдап соны айнала береді. Түнімен елегізіп, көзі ілініп кетсе жаман түс көріп, сергелдең боп тұрған Жаңыл таң атқасын қорадағы тоқтыларына шөп салды да, үйде отыра алмай, күрең биеге мініп қырға шықты. Жалтақтап, екі жаққа кезек қарайды. Бірі Қаламүш кеткен колхоз орталығы, бірі Қоспан кеткен құзғын даласы. Таң алдында жел саябырлап қарда толастады. Ақ даланы жапқан қара бұлт жоғары көтеріліп, түсі күлгін тартып, реңі жұмсарған. Көкжиек кеңіп, алыс жақын айқындала бастады. Жаңыл құзғын даласын бетке ұстап аласа адырға қарай аяңдап келеді. Желе жортып кетейін десе, буаз биеге іш тастатып алам ба деп қорқады. Ауада ызғырық жел бар. 2 күннен аса жауған қардың бетін жалаған жаяу бұрасын. Мың сан ақ жылан басы қайқаңдап иіретіліп кетіп барады. Жаңыл қырқа қашқанда аспандағы бұлт жыртылып, аралары ажырай бастады. Құзғын жақтағы кең жаз шаңытып алысқа кетіп жатыр. Әр жерден бір нәрсе қылаңдағандай болады. Мойыл ма, әлде тірі жәндік пе? Жаңыл оған көзі бұлдырағанша қарайды. Кейде сол қара жаяу бурасының арасына сүңгіп шығып, қыбырлап жүріп келе жатқанға ұқсайды. Кенет қардың ажары кіріп жылтырап шыға келді. Жердің бетін ақ қиыршық күміс тозаң басқандай. Жыртылған бұлттың арасынан күн шықты. Жаңылдың да қараңғы көңіліне сәуле түскендей кеудесінде үміттің оты қайта тұтанды. Зарығып баққаны осы күннің қабағы еді. Осындай бір торығып, күңгірт өмір кешіп, беймағлұм халде жүргенде жарқ етіп шыға келіп, нұрлы шұғыласына балқытып әкеткен күндей. Бақытқа кенелген кезі болып еді ғой. Сонау бір алыс кездегі ыстық қуаныштың жылы табы кеудесін қайтадан шарпып өтті. 45-ші жылдың жазы мен күзі той туманға толы. Әр үйдің майданнан азаматы қайтып, 2-3 күнде бір той болып жататын. Соғыстан жүдеп шыққан халық қоң торғайлығына қарамастан ертеңгі күннің уайымын жинап қойып, ақтарылып қалатын жастар да желігіп, думаншыл боп алды. Майданнан біреу келді десе, Жаңыл елегізіп үйде отыра алмаушы еді. Жылыстап, той болып жатқан үйге барады. Бірақ дуылдаған топтың ортасына жарып кіре алмай, босаға жақтағы қара көлеңкелеу таса жерге отыра кетеді. Қоспан есімі аталмас па екен деп алыстан келген жігітін аузын бағады. Қатындар мұны көрсе қазан үстінен тамаққа шақырып, кел Жаңыл, ауыз ти, Құдай оңғарса, сенің үйіңе де тойға барармыз, деп қам көңілін жұбатады. Ал кейде кетіп бара жатқанда сыртынан, қайтсын бейшара, үмітсіз сайтан емес пе? Беу үміт қой, бұл байғұсты да сүйреп жүрген, деп Жаңылдың тұлыпқа мөңіреге мүшкіл халінде аңғартып салады. Осылай жазда күзде өтті. Майданнан қайтқан азаматтардың арты толастады. Қыс ортасы ауып барады. Күн асқан сайын Жаңылдың да үміті азая береді. Бір күні жұмыста жүргенде, сол баяғы загат контордың жүгін тиейтін көршінің баласы жүгіріп келді. Екі етегі далақтап алыстан айқай салып келеді. Сүйінші, сүйінші Жаңыл жеңеше, сүйінші! Не қорыққанын, не қуанғанын білмейді. Жаңылдың жүрегі зу етіп төмен түсіп кетті. Сүйінші жеңеше, Қоспан ағам келді. Жаңыл буыны дірілдеп құлап бара жатты да кесек дуалға таянып қалды. Қасына арсалаңдап жүгіріп келіп, жеңінен жұлқылаған баланың иығына қолын салды да: «Не айтып тұрсың қарағым?» деді. «Ойбай-ау, Қоспан ағам келді деймін. Апам жіберді. Айтпақшы,
Мұратты ауылға апарып тастаған деп апам алдап қойды. Оны кейін естітерміз дейді. Жаңыл үйіне қалай жеткенін білмеді. Тек әйтеуір аяғының астында жер дөңгеленіп кейін қарай сырғып барады. Есік алдында сұр шинель киген ірі кісі тұр. Ол Қоспан болып бұрылып Жаңылға қарсы ұмтылды. Көзі қарауытып, буыны кетіп қалған Жаңылды қарулы қолмен жерден көтеріп алып құшағына басты. Ар жағы өңмен түстей, дабырлап келіп жатқан қатындар, шұрқырасқан еркектер, кеше ғана құлазып тұрған жетім үйге әркім бір құшақ қуаныш ала келгендей, жарқырай кіріп, дабырлай сөйлейді. Қуаныш ұзағынан болсын, өлгенің тірілді, өшкенің жанды деген осы да. Үмітіңді үзбе, кебін киген келмес, кебенек киген келеді демеп пе едім саған. 3 күннен бері оң қабағым тартып жүреді, бәсе Қоспанның келуіне көрінген екен ғой, деген сөздер қуанышын қоздыра түседі. Жаңыл қазан астына от жағып жүр. Одан әрі не істеп, не қойғанын анық білмейді. Әйтеуір жалақтаған көрші қатындар бәрін тындырып жатыр. Біреулері үйінен ет, біреулері ұн әкеліп, біреулері дүкенге жүгіреді. Жаңыл келгені рас па деп күдіктеніп ауық-ауық төрде отырған Қоспанға босағадан қарап қояды. Жұрттың соңын ала Мінайдар келді. Ол кезде жасы 50-дің үстіне шықса да сақал мұрты қап-қара, денесі қағілес әдемі кісі болатын. Сәлден кейін бір әйел Жаңылға: «Сен ана жаққа бар, қайнаға Қоспанға Мұраттың қазасын естіртейін деп отыр», деп сыбырлады. Мінайдар мақалдап ұзақ сөйлемеді. «Қоспан қарағым, біз көрмегенді көрдің, тура ажалдың аузынан келіп отырсың. Мына Жаңыл мұңлықтың өлгені тіріліп отыр бүгін. Алдыңғыны көріп күпірлік ет, артқы көріп шүкірлік ет, деген екен. Алдыңғы десең осы атырапта қабырғасы бүтін үй таба алар ма екенсің? Ал артыңа қарасаң, талай боздағынан айырылып, зарлап қалған жетім мен жесір, кемпір мен шал бар. Тағдырдың жазғанына шара бар ма? Қоспан қарағым, мынау бүгінгі қуанышыңа у тамызғалы отырмын. Берік бол, артыңда қалған тұяғың сынды». Жаңыл егіліп жылай берді. Өксігін тоқтата алмаған соң қатындар ауыз бөлмеге алып кетті. Баласының қазасын естігенде Қоспанның қандай халде болғанын көре алмады. Көрші әйелдің айтуынша Мінайдардың бетіне қарап сазарып қатып қалыпты. Дөңгелек көзі шатынап шарасынан шығып бара жатқандай. Көз жанарын көргенде төбе құйқам шымырлап кетті, дейді әлгі әйел. Тек біраздан кейін көзден бір тамшы жас шықты. Ойпырмай, құдды қара тасты шарып шыққан тамшыдай сазарған бетінде жылтырап тұрды да қойды. Жұрт кеш тарады. Қоспан мен Жаңыл оңаша қалды. Іште жиналған шері, айтар мұңы көп еді Жаңылдың. Бірақ мана алғаш көріп ышқынып жылағанда бәрін ақтарып, көкірегін босатып алғандай. Тек іштен еміреніп жақсы көріп қана отыр. Қоспан да біраз уақыт тіл қатпады. Зарығып келгенде алдына шыққан бала қазасы меңдетіп тастады ма кім білсін. Жаңыл бажырайып қарамаса да қабағының астымен күйеудің ажарын бағады. Қоспанның өзгеріп кеткенін енді ғана байқады. Сопақша толық бетінің еті қашып, шықшыты мен бет сүйегі бадырайып тұр. Денесі де таралып, жапырағы өртенген теректей аржиып, ірі сүйегінің қыры шығыпты. Баяғы жаудыраған мөлдір көз қарасы жоқ. Қабағының астына сыймай томпайып тұратын дөңгелек көзінің төңірегіне терең әжім түскен. Жанарында суық қара жарқыл бар. Жаңыл сонша жыл ынтыға күткен жарын жатырқап отырғанын сезді. Арада 5 жыл өмір, ар күні жылға татыған 4 жыл соғыс жатыр. Қоспан майданға жүрерде жасы 30-дан асқанмен беті ашылмаған бала сияқты еді. Отқа да суға да түскен. Сан рет ажалдың аузынан қайтқан. Өзгертпей қойды деймісің. Жаңыл бұрынғы балауса өмірінің 6 қырдың астында қалғанын, енді өзгеше басқа өмір бастау керек екенін сезеді. Бірақ ол өмірдің қандай боларын аңғара алмай дағдарады. Қоспанмен алғашқы өткізген 4 жылы бір күнін бұлт шалмаған мереке еді. Арадағы 5 жылдың азап мехнаттан кейін сол мерекесі қайтып оралар ма? Әлде? Әйелінің осы ойын танығандай Қоспан: «Жаңыл, бері отыршы.
деп қасына шақырып алып, бір қолымен мойнынан құшақтап, басын кеудесіне басты. 5 жыл бойы тоңазып қалған көкірегін жылытқысы келгендей, осылай ұзақ үнсіз отырды. Үлкен салалы қолы маңдайынан сипады. Манадан бері тығылып отырған Жаңылдың көзіне жас парлап қоя берді. Дымқыл кірпігіне тиіп Қоспанның саусағы біраз бөгеліп қалды. Жаңыл, айналайын, жылама. Азап мехнаттың бәрі артта қалды ғой. Шынымды айтсам, елімді, үй ішімді көре алмаймын ғой деп күдер үзген кездерім болып еді. Ендігінің бәрі ештеңе емес. Қоспан бала қазасын ауызға алмады. Кейін де Жаңылмен бұл жайды сөйлеспеді. Тек жас шығысымен өз қолмен кірпіш соғып, Мұратқа там салды. Ешкімді көмекке шақырмастан бәрін өзі істеді. Қабір басында жүргенде де көзіне жас алған жоқ. Бірақ кейде топырағы шөгіп бара жатқан кішкентай төмпешіктен көз алмай селтиіп тұрып қалатын. Қоспан елге келісімен бір жетідей дос-жарандарын үйін аралап шықты. Содан кейін Жаңылды ертіп колхоздағы туыстарына барып мауқын басты. Бұл бір жаңа қосылған жас жұбайдай Жаңылдың ең бақытты күндері еді. Туған жердің топырағы, халықтың пейілі көңіліндегі тоңын жібітіп, Қоспан да бұрынғы жақсы қалпына оралып келе жатты. Келген беттегі тұйықтығынан арылып, жұртпен ашылып сөйлеседі. Ішінде бір күшті серпін барын сезеді Жаңыл. Адам деген өз бойында қанша күш барын білмейді екен ғой. Таусылдым дейтінің әншейін ақ нәрсе екен. Адам күші көзі бітелген бұлақ сияқты. Аршысаң шыға береді. Соғыс оны аршып берді ғой, деді Қоспан жиналған жұртқа. Әй, сол соғыс қабырғамызды да ырс етіп кетті ау, деген қарияға. Ыңыршағы айналып жүдеген аттың тез отығып, аз ғана күнде түгі жылтырап шыға келетінін білмеуші ме едіңіз, деп күледі Қоспан. Қараңдар да тұрыңдар, тұрмыс тез оңалады, күштің қайда екені енді білді ғой өзі. Екеуі ауылдан көңілдері көтеріліп, бір жасап қайтты. Ағайындары әлі де жата тұр деп қолқа салып еді, Қоспан көнбеді. Рахмет, біраз аунап-қунап мауқымды бастым. Енді ауданға барып жұмысқа орналасуым керек. Уақыт өтіп барады. Қайтып келгесін Қоспан дереу жұмысқа орналасу жағын қарастырды. Бірақ тез уақытта қызмет табыла қоймады. Жаңыл алғашқыда оны уайымдаған да жоқ. Қоспан ерте шығып кеш қайтып жүрді. Бірақ күн асқан сайын қайтадан тұйықталып, сөзден қалып бара жатқанын байқады. Бір күні кешке таман көңілсіз түнеріп қайтты. Шәй ішіп отырып. Тұтқыннан келгендерге сенбейтін болыпты, деді. Сенбегені қалай, деді Жаңыл таңырқап. Күдіктенеді. Сен тұтқынға өз еркімен түстің ба? Гитлерге де қызмет істеген жоқсың ғой. Дозақтан өтіп келген жоқсың ба? Деді Жаңыл күйініп кетіп. Қоспан біраз уақыт үндемей отырды. Содан кейін өзінің болжауын айтты. Шаш ал десе бас алатындар бар емес пе? Тұтқыннан шыққандардың ішінде неміске қызмет істегендер де бар. Соларға сақ болыңдар деген шығар. Көп ұзамай бәрі қалпына келеді ғой. Жазықсыз адамды жазғыра берері деймісің? Қоспан қанша сыр бермесе де, кеудесін басқан бір ауыр зіл барын сезеді Жаңыл. Онысына әйелін де ортақтастырғысы келмей өзі жалғыз алысып жүр. Бір күні Қоспан үйге көңілді қайтты. Бетіне баяғы жақсы кездегі жұмсақ күлкі табы ойнап шыға келген. Ішіне сыймай бара жатқан қуанышты хабары бардай әйеліне жайраңдап қарай береді. Жаңылдың көңілі Қоспанның қабағына байланысты ғой, оның да іші жылып қоя берді. Күйеуінің тәтті көңіл күйін үзіп алғысы келмей, тез асын қамдап шайын әкелді. Сен бүгін менің кімді көргенімді білесің бе? Деді Қоспан күлімсіреп. Я, кімді көрдің? Қасболатты көрдім. Қаңғалақтап райком жаққа барып едім, ұшыраса кеткені. Біздің ауданға жуырда ғана келіпті. Нағыз мықты, кадр бөлімінің бастығы көрінеді. Ол кім еді? Қоспан қарқылдап күліп жіберді. Мен саған соғып отырмын, айтпақшы сен оны білмейді екенсің ғой. Түх, менде де еш жоқ ау. Жаңыл қосыла күлді. Әйтеуір кім болса да Қоспанға жанашыр, жақсы адамның келгеніне мәз. Қоспан күлкісін жиып сөзін жалғады. Ол менің соғыстағы командирім ғой. Апырай, рас па? Рас болғанда қандай? Жолдас командир, деп кілт жалт қарады.
Бірден таныды, екеуміз шұрқыраса кеттік. Өзі мәжіліске кіріп бара жатыр екен, асығыс. Сол шығысымен командировкаға жүрмек. 3 күннен кейін қайтып ораламын. Өзің келші, кеңірек отырып бір өткен кеткенді еске алып гәпті шертейік, деді. 3 күн бойы Қоспанның әңгімесі Қасболат болды. Екеуінің майданда бірге болғанын, бастарынан кешкен қиын қыстау оқиғаларын әңгімелеп кетеді. Қоспанның тұтқынға түскен шағын да Қасболат білетін көрінеді. Біздің әскер шегіну үшін Қоспандар аз ғана топ болып жауды бөгеп қалыпты. Сол тапсырманы Қасболаттың өзі беріпті бұған. Сөйтіп, оғы таусылғанша атысып, көп әскерді құтқарып, бұлар қолға түсіпті. Бәсе, жазықсыз адамға пәле жолаушы ма еді? Айттым ғой, мұның бәрі уақытша нәрсе деп. Амандық болса, жұмысқа енді кірісетін шығармыз. Қоспанның аузындағы сөз осы. Алақанына түкіріп құлшынып жүрді. Мәрелі уақыты жеткенде үйден мейрамға баратын адамдай болып шықты. Жаңылға үйге кісі келіп қалар деп құлақ қағыс қылып кетті. Сол бір нұрлы кескіні Жаңылдың көз алдында. Өзі де бір жарқын мерекені тосқандай тағаты таусылып, күйеуінің қайтып келуін күтіп еді. Жаңыл адырдың басында ұзақ тұрып қалыпты. Денесіне өтіп бара жатқан ызғардан тітіркеніп, ой дүрмегін үзіп алды. Төңірек күңгір тартып барады. Манағы жыртылған бұлт қайта тұтасып аспанды түгел торлап алған. Қылаулап қар түсе бастады. Ызғырық жел жалпақ қарды ауада қағып алып үйіріп әкетеді. Құзғын жақ бет қарауытып, алыс дала көзден ғайып болады. Жаңыл шошынып қалды. Сол жолы Қасболатқа жолығып қайтқан Қоспанның түрін көріп, Жаңыл қатты шошыды. Есіктен үн-түнсіз кіріп, соққыға жығылып, тұралап қалғандай сүйретіліп келіп, сәкінің шетіне отыра кетті. Үлкен денесі шөгіп, еңсесі түсіп, сол отырған күйінен тапжылмады. Қоспан жуас, мінезі жұмсақ болғанымен қайратты. Қажырлы еді. Сол жолы соншалықты сынып қалғанына Жаңыл қайран болды. Неше жыл жау тепкісінде, ажалдың аузында жүріп, соған шыдап елін бермей келген адамның мұнысы несі? Соншалықты неден түңілді? Жаңыл оның жарасына ем таба алмай отқа түсті. Қоспан кейін әр жерден ұсақ түйек қызмет атқарып, біреуден ілгері, біреуден кейін тұрмыс құрып кеткенде де баяғы жайма шуақ, нұрлы мінезін таба алмады. Ең аяғы жымиып езу тартса да, күлімсіреген жанарының ар жағынан жанын жеген қасіреттің ызғары теуіп тұратын. Бұ да ұмыт болып, ескі жараның бәрі жазылып, екеуі өмірдің берік арнасына түсіп еді. Алдарынан күздің жайма шуағындай жарастықты, тыныш қарттық келе жатқан. Жаңыл қораға қарай аяңдап келеді. Қарай-қарай көзі талды. Орталық жақтан да қара көрінбейді. Тек алдында қар басып қалған аласа қора. Қар астынан қолын созған жалғыз мұржа.